Достар, міне Швецияда бір аптада 2 рет біздің Құран кәрімізді исламофобтар өртеген білесіздер. Бізде Қазақстан мұсылмандары бұған бей-жай қарайып отыра алмай, осыған бір жауап ретінде Қазақстанның жастары Құран кәрімге қандай ықыласты екен, қандай көңілді екенін білу үшін социальный эксперимент жасалып отырмыз. Яғни біз конвертке ақша саламыз, ақшаны предлагать етеміз, не болмаса Құран кәрімді ұсынамыз. Біздің жастар не таңдайды екен? Құран кәрім таңдайды екен, жолды ақшаны таңдайды екен. Біз бұл социальный экспериментті әдейі Алматы қаласының Арбатында жасап отырмыз, жастар көп жүретін жерінде. Сонда көрейік ағайын. Міне конвертіміз дайын, на ипотеку деген. Осының ішіне бірінші біз әуелі 2000 теңге саламыз. Саламатсыздар қыздар, бір ойын жүргізсек. Саламатсыздар қыздар, бір ойын бар еді, социальный. А мне нравится признавать. Давайте. Атыңыз кім? Жанель. Жанель. Есім Қасым болады. Мына ішінде ақша бар. Иә? Қанша екенін айтпаймын. И мына жерде міне біздің Құран кәрім бар. Орысша, қазақша. Енді сіз қайсысын таңдар едіңіз? Конверт или Құран? Біреуін. А я могу забрать одну из них? Одну из них. Правда? Да. А потом вы ко мне не подойдете, Нет, не заберете, да? Нет. Спасибо большое. Вот, деньги, да? Да. Нет, не жаль. Тағы да. Спасибо большое. Деньги, да? Деньги. Все, хорошо. Да? Спасибо большое. Ну, давайте конверт я возьму. Хорошо, давайте. Көріңіз. Ой, спасибо большое. Спасибо. Сабина, продолжите. Сіз не алатын едіңіз? Конечно, Құран аласың. Құран алатын едіңіз, иә? Сіздің атыңыз? Сабина. Сабина. Сізге онда біз Құран берейік. Қайсысын? Бересіз ба? Иә, қайсысын таңдайсыз? Орысша, қазақша? Қазақшасын давай, иә. Біз қазақстан тұрамыз ғой. Құтты болсын. Рахмет. Спасибо, до свидания. Міне жастар екі ойда болды. Біреуі ақша аламын деді, ақшасын алды. Біреуі Құран аламын деді, Құран алды. Құдайға шүкір. Ал, келесі адамымызға кет. Адамның сыртына қарап, оған бір шешім шығаруға болмайды ғой. Барлық нәрсе іште ғой, жүректе. Есть шанс. Может, минутку подождешь? Очень интересно. Хорошо, не буду просить. Давайте. Қасым? Тимирлан. Тимирлан. Здесь деньги. Предлагаем деньги или Құран, книгу. Ой-ё! Помощь можно? Можно. Мне предлагают деньги или Коран. Ах ты, бессовестная. Что вы... Деньги или Құран? Я Как оно есть? верующий, но, как говорится, мои отношения с Богом — это мои отношения Конечно. с Богом. Да, поэтому я лучше возьму деньги. Все, все. Я, егде бір, екі адам ақша таңдады, бір адам Құран таңдады. Мына жерде ақша бар. Или ақша таңдайсыз, или Құран таңдайсыз. Хочу Құран. На казахском, на русском? Можно на русском. На русском, На да? русском не понимаю. Все. Смотрите, Джилдус, Құран выбираете, да? Я предлагаю отказаться от Құрана, деньги еще добавлю. Нет, я хочу этот Құран. Точно? Да. Я добавлю вот еще 1000 тенге. Нет, мне все равно на деньги. Я хочу Құран. Еще одну 1000 дам. Нет, мне все равно. А? Мне все равно. Вот, еще, здесь еще есть внутри. Нет, ты что? Все равно выбирайте Құран, Да. да? Все. Сізге рахмет, это вам. Спасибо. Оқыңыз. Я? Рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Куда вы это выложите? Инстаграм. Май Қазақ. На английском. Май. Прям май, казах. Май Қазақ. Кю. Жастар міне. Ішінде 2000 теңге болды. Тағы да 2000 теңге қостым. Бәрібір Құранды таңдады. Міне. Керемет. Счет 2-2. Асыл жігіттер. Қандай? Мына ішінде ақша бар. Иә. Бірақ біреуіңіз қатысасыздар. Қайсыңыз батыр? Не қатысың? Атың? Ұлағат болады. Ұлағат. Күшті керемет екен. Димаш? Азамат. Керемет аттар, иә? Ұлағат, сенесің ме Ұлағатқа? Давай. Мына ішінде ақша бар.
ақша таңдайсың ба жоқ әлде құран кәрім тыңдайсың ба? Қазақша. Қазақша орысша бар, қайсысын таңдайсың? Қазақша да. Құран таңдаймын. Құран таңдайсың, иә? Онда бүйтейік, сен құраннан отказ бер, мен мынаның үстіне тағы ақша қосам. Жоқ, Құран таңдаймын. Жоқ, мен ақша қосайын, Жоқ, Құран. мынаның үстіне тағы ақша қос. Мынаның ішінде тағы бар. Жоқ, Құран таңдаймын. Қойшы, Қазақша сен әпшейін қоса. жақтаспайсың. Өзі ойы бар ғой ұлағаттың өзі. Тағы 1000 теңге қосам. Жақтасын. Жоқ, Құран таңдаймын. Ойланып қалды. Жоқ, қой. Құран таңдаймын, иә. Құран таңдаймын. Ақшасы Құран не айтмай ақ қойма. Құран оқимын. Рахмет. Рахмет. Жақсы, молодцы. Жақсы. Счет 3-2. Ақша таңдайсың ба? Құран таңдайсың ба? Құран таңдай берейін. Точно? Иә. Қандай Құран? Қазақша, орысша? Қазақша? Мынау бізде орысша, мынау қазақша. Қазақша таңдайсың ба? Иә. Может, все-таки ақша таңдайсың? Жоқ, Құран таңдаймын. Ақша мен Құран салсын. Давай мен тағы бұған 1000 теңге қосам. Ақшаға ма? Ой, 100 миллион қоссаңыз Құран таңдаймын. Точно? Иә. Атың кім? Біржан болады. Оқы, иә? Құран. Ой, рахмет көп. Жақсы. Как раз керек болып жүреді маған. Да? Оқы. Рахмет көп. Счет 4-2 болды. Құран таңдаған адамдарымыз жеңіп жатыр. Ойын берейік. Ақша бар ішінде, Құран бар. Құран, өз бізде Құран бар, ақша бар. Қайсысын таңдайсыз шарапа? Құран. Точно? Қазақша, орысша? Орысша. Мынау орысша. Давайте бүйтейік. Мен мына ақша бар ішінде, мен үстіне тағы да ақша қосам. И вы отказываетесь от Құрана. Тағы 1000 теңге қосам. Точно? Неге Құран таңдап отырсыз? Өйткені ақша дейді қолдың кіріп по-любому. Да? Кетеді кетеді, ал кітап қалып қалады Құран. Бірге оқысаң да. Құтты болсын. Оқыңыз. Рахмет. Счет 5-2. Құран таңдап отқан жастарымыз көп. Бізде Құран бар. Қайсысын таңдар едіңіз? Құран. Точно? Давайте мен бүйтейін. Мына конверттің ішіне тағы да ақша саламын. Бірақ сіз конверт таңдайсыз. Жоқ, Құран кітап. Тағы 1000 теңге саламын. Тағы ішінде бар. Құран кітап. Жарайды, тағы 1000 теңге саламын. Ішінде тағы бар. Құран кітап. Неге таңдап отырсыз Құран кітап? Қасиетті. Құтты болсын. Рахмет. Оқыңыз. Рахмет. Счет 6-2. Ақша менде әлі көп. Бірақ кітабымыз аз қалды. Вот здесь деньги, Алихан. А здесь Құран. Что вы выберете? Или ақша? Или ақша? Кітап па? Онда бүйтеміз. Алихан ғой, давайте мен мына ішінде ақша бар. Бұның ішіне тағы қосып берейін. Осы отказ бересіз Құраннан. Тағы да қосып бер. Хоть сколько. Онда құтты болсын. Счет 7-2. Адамдар Құран алып отыр. Ақша таңдайсыз ба, жоқ әлде? Или Құран кітап? Кітап. Кім ойнап отыр? Қарақат ойнап отыр ма, Аружан ойнап отыр? Екеуміз бірге ойнай береміз. Давай. Ала береміз де. Аламыз. Құран кітап па? Тұрмысыз? Мен сізге предлагаю былай. Ақшаның ішіне тағы бір ақша қосам. Мүмкін. Может, ішінде бар. Жоқ, ішінде бар ақша. Жоқ. Ішінде бар. Кітап. Кітап. Ала береміз. Тағы бір ақша қосам. Ішіне тағы ақша бар. Тағы бір ақша қосам. Құран таңдайсыз ба? Құтты болсын. Оқыңыз. Иә? Ұтылмадыңыздар ғой, иә? Мына ішінде де болған ақша міне. 2000 теңге бар. Болады бізде. Жақсы. Сау болыңыздар.
Счет 8-2. Жастар, Құдайға шүкір. Құран кәрімді таңдап отыр. 5000 теңге болды. 5000 теңгеге 2 Құран кітап сатып алуға болатын еді негізі. Мына ішінде ақша бар. Или Құран? Қазақша, орысша? Қазақшасын ба? Так, орысшасы. Вот смотрите. Значит, қазақша Құран, иә? Ақша бар ішінде. Мен сізге сіз Құран алмас үшін, давайте мен үстіне ақша қосам, 1000 теңге қосам. Тағы 1000 теңге қосам. Тағы 1000 теңге қосам. 5000 теңге болды. İçinde 2000 теңге бар. Құран ақшамен бағаланбайды. Құран ақшамен бағаланбайды? Точно сатпайсыз ба? Болсын. Рахмет. Түсінемін ба? Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет сіздерге. Счет 9-2. Құран жеңіп отыр. Бізде міне Құран бар? Иә. Ақша бар. Қайсысын таңдайсың? Құранды? Давай мен саған ақша беремін. Жоқ, Құран ғой. Біз Құран үшін ойнап тұрмыз негізі. Да? 5000 теңге болды. 6000 теңге болды. Оны жейміз. Құран ішінде бар. 2000 теңге бар мына ішінде. Тағы 4000 теңге мына жерде. Құран кітап аламын. Точно? Иә. Ал, құтты болсын. Оқыңдар. Алла берсін. В общем, ақша бізде қалды ғой. Егер де мысалы біз ақшаны таңдаса ақша бере салатын едім. Бердік қой. Шутка деп отырмын ғой, мен десем болмасын. Бізде Құран кітап бітті, ақша қалды өзімізде. Счет 10-2. Ал достар, міне осымен біздің социальный экспериментіміз аяқталды. Міне Аллаға шүкір, жастарымыздың көбісі деп айталық Құран кәрім таңдады. Ішіндегі біз 5000, 6000 теңге, 7000 теңгеге дейін ұсындық. Хотя ол ақшаға мысалы бір емес 3-4 Құран сатып алуға мүмкіншілік болатын еді. Бірақ онда да жастарымыз ақшаны таңдамай Құран кәрімді таңдады. Бұнымен біздің не айтқымыз келді? Жалпы Құдайға шүкір, Қазақстан елінде 120 конфессия бар. Барлық дін өкілдері бар. Барлығы тату-тәтті өмір сүреді. Сондықтан да біз қасиетті кітаптардың барлығын сыйлағанымыз дұрыс. Барлығына құрметпен қарағанымыз дұрыс ағайын. Бұндай Құдай қаласа социальный эксперименттеріміз әлі дін жағында емес, жалпы осы әлеуметтік қазіргі қоғамда маңызы бар тақырыптарда әлі талай болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Біздің парақшамызға тіркеліңіздер.